Сәтсіздіктің басты 31 себебі. Бірінші, қайырымсыз мұрагерлік. Сәтсіздікке апарар аталған 31 себептің ішінде бұл кемшілікті түзеу кез келген жеке адам үшін оңайға соға қоймасы анық. Екінші, алдыңа қойған нақты мақсатыңның болмауы. Өзін алға сүйрейтін нақты бір мақсаты жоқ адам үшін қандай да бір табысқа жетем деу қиынның қиыны. Үшінші, алға ұмтылмау. Өмірде алға жылжып жетістікке жетейін деп талпынбайтын және сол үшін аз-маз пұл төлегісі келмейтін адамдар үшін біз ештеңе ұсына алмаймыз. Ондай адамдардың алды тұман, арты жар. Төртінші, білімнің таяздығы. Басқалармен салыстырғанда бұл кемшіліктің орнын оп-оңай толтыруға болады. Білімі бар адам басқалардың құқығын бұзбай-ақ өмірде өзіне қажетті нәрсеге керек деңгейде қол жеткізе алады. Бесінші, өзін-өзі басқара білетін жан ғана тәртіпке қол жеткізе алмақ. Бұл өзіміздің жағымсыз қылықтарды бақылауда ұстай алмауымыз керек деген сөз. Алтыншы, нашар денсаулық. Денсаулығы сыр бере бастаған адамдардың табысқа жетуі некен саяқ. Алайда ауруға себеп болатын жағдайларды басқаруға және бақылауда ұстауға әбден болады. Жетінші, бала кезінде қоршаған ортаның тигізген жағымсыз әсері. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің. Қылмысқа жаны жақын адамдардың көбі бұл әдетке жастайынан құрбы-құрдастарының әсері арқылы келеді. Сегізінші, ертеңге қалдыру. Бұл сәтсіздікке апаратын негізгі жолдың бірі. Ертең істермін деген әдет әркімде де бар. Ал оған жол берілсе, ол еріншектің ертеңі бітпейді. Тоғызыншы, табандылықтың жетіспеуі. Табандылықты ту қылып биікке көтере білетін адамдар сәтсіздік жолы кесіліп, алдарынан арайлап ақтаң ататын жақсы біледі. Себебі табандылық бар жерде сәтсіздік ұзақ аялдап тұрмайды. Оныншы, жағымсыз мінез. Ал жағымсыз мінезді адамның басқалармен бірлесе жұмыс істеуі қияметтің қияметі. 11. Көрсе қызарлықтан арыла алмау. Бұл күй басқа күйлерге кері әсер етпеу үшін оны трансмутация арқылы реттеп басқа күйлермен тепе-теңдікте ұстаған абзал. 12. Көзсіз құмарлық. Көзсіз батырлық миллиондаған адамды сәтсіздікке ұшыратын басты қауіптің бірі. 13. Нақты шешімге келе алмау. Шешім шығара алмау мен бастаған істі ертеңге қалдыру екеуі егіз ұғым. Бірі бар жерде екіншісіне де орын табылады. Өзіңізді құрдымға жібермей тұрып, бұлардың көзін құртқаныңыз жөн. 14. Алты қорқыныштың бірінің немесе бірнешеуінің болуы. Бұл қорқыныш туралы келесі бөлімде егжей-тегжейімен баяндайтын боламыз. Бастаған ісіңізге қырсығы тимей тұрып, олардың алдын алған жөн. 15. Өмірлік жарды дұрыс таңдамау. Отбасы қатынасы үйлесімді болмаса, сәтсіздік алуының алыс болмағаны. Сондай-ақ жар таңдауда қателесу ең үлкен сәтсіздіктің бірі екені даусыз. 16. Шектен тыс сақтық. Әр нәрседен күмәнданып, аяғын аңдап басатын адамдар басқалар таңдауын жасап біткен соң соңында қалғанды місе тұтады. Шектен тыс сақтықтың да қаперсіздік сияқты әкелер зардабы ұшан теңіз. 17. Серіктестерін дұрыс таңдай алмау. Бұл бизнесті құрдымға жіберетін сенімді жолдардың бірі. Жеке қызметті саудалау барысында өз қол астындағыларды мұқият таңдап алуыңыз керек. 18. Ырымшылдық пен теріс түсінік. Ырымшылдық қорқыныштың бір түрі. Бұл немқұрайлықты да білдіреді. Жолы болғыш адамдар жаңашылыққа жаны жақын болып, ештеңеден тайсалмайды. 19. Мамандықты дұрыс таңдамау. Жаны қаламайтын жұмыс адамды табысқа жеткізе алмайды. Қызметті саудалау кезінде көңілге мықтап бекітетін бірден бір нәрсе көңіліңе қуаныш ұялатып, жан тәніңмен өзіңді сол іске арнауға жол ашатын сүйікті ісіңнің болуы. 20. Ерік жігеріңді дұрыс іске шоғырландыра алмау. Көңіліңді тек бір нәрсеге ғана бөл. Алдыңа қойған бір ғана нақты мақсатыңа қол жеткізуге ұмтыл. 21. Ақшаны ысырап қылу. Ақшаны босқа шашу кедейлікке апарар жол. Ақшаны күтіп ұстай алмайтын адам табысқа жете алмайды. Өзіңнің тапқан пайдаңның белгілі бір бөлігін жинақтап отыруды дағдыға айналдыр. 22. Ынтаның болмауы. Ынтасыз адам басқаларды сендіре алмайды. Сонымен қатар ынта магнит іспеттес. Ынталы адам үнемі дерлік басқалардың назарын өзіне аударып, кіммен болса да еркін араласып кете алады. 23. Білімді пайдаланбау. Шыдамсыздық дегеніміз адам білім алуын тоқтатты деген сөз. Шыдамсыздық негізінен дін, ұлт және саяси көзқарастың әр түрлігінен келіп туындайды. 24. Тойымсыздық. Тойымсыздықтың ең сорақысы қомағайлана тамақ жеу, артығымен ішу және нәпсіні тыя алмау.
бұл айтқандардың қай-қайсысын да асыра пайдалану табысқа жету жолында өз кесірін тигізбек. 25. Басқалармен ынтымақтаста жұмыс істей алмау. Көп адам басқалармен бірлесе жұмыс істей алмаудың кесірінен өмірде кездесетін мүмкіндіктерден айырылып қалып жатады. 26. Өзі қол жеткізбеген билікке ие болу. Өздері таппаған байлыққа ие болатын бай адамдардың ұлдары мен қыздары. Өз маңдай терімен қол жеткізбеген байлық оның нақты құнын түсінбейтіндердің қолына түскенде жоққа барабар. Кенеттен баю кедейліктен де қауіпті. 27. Қасақана жасаған қиянат. Адалдықты ештеңемен де алмастыру мүмкін емес. Адамда өз еркінен тыс басқаларға зиян шектірмей әділ жолдан тайып кететін жағдайлар көп кездесіп жатады. 28. Мұндай адамнан алыс жүруі керегін білдіретін бағдаршамның қызыл түсі іспеттес. Мұндай қасиет табысқа жетуде тек бөгет болмақ. 29. Ойлаудың орнына болжау. Кейбір адамдар ойлау арқылы ғана құпиясын ашуы мүмкін деректер туралы ойлауға құнсыздық танытады. Олар болжау немесе жылдам шешім қабылдау арқылы табысқа қол жеткіземіз деп ойлайды. 30. Капиталдың болмауы. Бұл сүйенері де демеуі де жоқ бизнесті енді ғана бастаған адамдарды сәтсіздікке ұшырататын негізгі себеп. 31. Бұл араға сіздің табысқа жетер жолыңызда бөгет болуы мүмкін және осы тізімге кірмей қалған басқа да себепті жаза кетіңіз. Кез келген адам сәтсіздікке ұрындыруы мүмкін. Осы 31 себеп бір сүрініп бір құлап жүрген адам үшін өмірдің аумалы төкпелі кезеңі іспеттес. Өзіңізді жақсы білетін адаммен бірге осы тізімді бастан аяқ қарап шығыңыз және ол адамнан осы себептердің қайсысы сізге тән екенін айтып беруін өтініңіз. Кейбір адамдар мұны ешкімнің көмегінсіз ақ өзі жасағанды ұнатады. Дегенмен адамдардың көпшілігі өз кемшілігін көре алмайды. Сіз сондай адамдардың бірі болуыңыз әбден мүмкін.